Менің өмірімде кеше ғана мынандай оқиға орын алды. Осы мектепте енді барымызда болады, адам болғаннан кейін бір қырсық адамдар болады. Ой, мен сөйлемеймін, ол қырсық, ой, мен болды. Менде сондай адам болды мектепте. Бір уақытта кеше жұмыстан шығып бара жатқанымда, ол адам алыста келе жатты да, мен бақылап келе жаттым. Содан кейін алыстағы жерде жатқан масканы ол ұстады да, мен қарадым. Содан кейін мектептің алдындағы жаңағы қоқыс жәшігіне тастады. Менің ол адамға деген құрметім арта бастады. Одан үлгі алдым. Сол кезде мен түсіндім. Біз тек қана ол масканы жерге тастаған адам ғана емес, оны көріп айналып өтіп кеткен біздің де жауапкершілігіміз. Бірінші бұл жауапкершілік. Биология, химия пәнмен біз қалай байланыстырып оқимыз? Нұрорда мектеп лицейінде 9 айға 9 құндылық бойынша әртүрлі пәндерге бөлінді. Енді қазір сіздерге байланыстырып өтейін. Бірінші мысалы жаңағы химия пәні. Қарапайым ғана маска, балаға қалай түсіндіреміз? Хром элементі дейге, химия сабағы. Хром элементі. Бұл масканың құрамында қандай химиялық элемент бар? Миллиондап ол еріп жерге сіңіп кетпейтін элемент бар. Ол бізге жағымсыз энергия бөледі. Біздің жаңағы қоршаған ортаға деген жауапкершілігіміз, денсаулыққа деген жауапкершілігімізді осы жерден біле аламыз. Және жаңағы қоқысты алу тақырыбында ғой, жаңағы бутылканы алған кезде бөтелкені, қарапайым бөтелкенің өзі миллиондап ерімейді. Біз балаға химия сабағында осылай жауапкершілікті түсіндіре аламыз. Келесі жауапкершілік, оны енді мен биология пәнімен байланыстырып көрейін. Біз негізі жауапкершілік деп барлық тақырыпты, өмірлік тақырыпта да ала аламыз. Биология пәнінде біз мысалы барлығына жауаптымыз. Тіпті берілген дене мүшемізге де, 12 мүшемізге де жауапты адамбыз. Темекі шеккен адам. Ол тек қана өзінің денсаулығына зиян келтіріп жатқан жоқ. Түтінін жұтып тұрған адамға 2 есе зиян келтіріп жатыр. Біз балаға биология пәнін оқытқанда осындай тақырыптарға келген кезде осы жауапкершілік құндылығын осылай бойына сіңіре алады екенбіз. Келесі. Мен сіздерге мынандай сурет көрсетейін. Қандай құндылық деп ойлайсыздар? Бұл жаңағы бидай туралы әңгіме бар ғой. Мысалы, біз балаға осындай сурет көрсетеміз. Мынандай оқиға бар ғой, білесіздер ма? Сабақта бәріміз өткен болатынбыз. Ахмет Байтұрсыновтың егін бастары деген оқиға әңгіме бар. Жаңағы әкесі мен баласы келе жатады, содан кейін әкесі баласы сұрайды. Әке, не үшін мына бидайда дәні көп, не үшін мына бидайда дәні аз деп сұрайды. Сосын балаға әкесі жауап береді. Бұл жерде жаңағы оған Құдай көп дән берді, сол үшін ол иіледі. Ал мұна сабаққа Құдай тек бір ғана дән берді, сол үшін көкірек тәкаппар. Адам да осылай дейді. Қаншалықты адамның бойы құндылыққа толған сайын ол кішіпейіл келеді екен. Біз кішіпейілділік тақырыбын Ахмет Байтұрсыновтың осы егін бастары оқиғасы арқылы әдебиет пәнінде оқыталады екенбіз. Жаңаға айтып өттім ғой, айта кетейін. Адам қаншалықты жаңағы бізге бидай берілсе, біз ойлаймыз ғой, ана 2 бидай тұрса, шынымен де енді көп бидайды алмаймыз ба? Сол сияқты адамның бойында қаншалықты адами құндылығы көп болса, ол адамға айналасы үйір келеді екен. Ол адаммен сөйлескісі келеді, жақсы көреді екен. Келесі біздің құндылығымыз, ол қалай ойлайсыздар? Математиканы көргенде не есімізге түседі? Әділдік. Біз әділдік, ол теңдік. Теңдік, ол өте бір абстракты дүние. Біз теңдікті тек қана математикамен өлшей аламыз. Әділдікті математика арқылы түсіндіріп көрейік балаға. Мысалы, теңдік және теңсіздік деген тақырып берілді дейік. Балаға мынандай нәрсе түсіндіреміз. Қандай сен өмірінде әділетсіздік жасадың деген. Мысалы бізге еді, сен қандай әділетсіздікке ұшырадың десе, барлығымыз маған бүйтті, маған сөйтті деп барлығымыз өзіміз ғана кінәсіз, біз барлығы кінәлі сияқты көп нәрсе айтамыз. Бірақ мен баланы тексеру мақсатында сұрап көрдім, қандай сен әділетсіздік жасадың? Сонда бала отырады да, менің футболкам болды, оны менің досым сұрады дейді, футболканы бере тұршы деп. Сосын мен жоқ, мен өзім кием деп айттым да, ол футболканы басқа досыма бердім дейді. Мен екеуіне тең қарамағаным үшін мен әділетсіздік жасадым. Мен осылай өзімді кінәлаймын деп жаңағы бастауыш сыныптың баласы ғой, 4-ші сынып. Сөйтіп өзін жазғырып отырды. Сіз қалай оны орнына келтірдің, қалай жуып шайдың деген сияқты сұрақ қойғанымда, мен кешірім сұрадым деді.
Содан кейін таң қалдым. Содан кейін тағы да бір оқиға болды. Біз жаңағы әділдік тұрғысынан қарасақ, өмірде барлығымыздың өмірімізде болатын ең әділетсіздік танытатынымыз жұмыстағы әріптестерімізге жақсы көңілін аулап, жаңағыдай көңіліне келіп қалмасын деп, оның көңіліне жауапты болып, солай ойлаймыз да, барлық ашуымызды, барлық негатив энергиямызды үйдегі ата-анамызға, үйдегі туысқандарымызға көрсетеміз. Бұл бірінші әділетсіздік. Балалармен сөйлескенде балалар осылай айтты: "Я, мен де мамама, мама қош" деп айтам дейді. Бола ма олай дедім, болмайды дейді. Содан балаларымыз барымыз соны түйіп қайттық, сондай ойды. Келесі бір бала өстейді, отырып айтады: "Қандай әділетсіздік жасадың?" десем, "Мен адам өлтірдім Майнкрафтта" дейді. Сосын мен өзім ана жерде күлейін десем, ана бала өкініп отыр. Сосын мен де бүйтіп мұңайып: "Өкінесің ба?" дедім. "Я, мен енді адам өлтірдім ғой Майнкрафтта" дейді. Мен Майнкрафт бар еді ғой. "Мен адам өлтірдім Майнкрафтта", өкініп отыр. Сосын балаларды түсіндім. Шынымен де сабырлы, бір салмақты тақырып айтсақ, балалар салмақты ойланып, салмақты бізге жауап береді екен. Енді ойлаймын, ол бала Майнкрафт адамдарды өлтірмейді деп. Жаңа Алтынгүл апайымыз айтып жатыр ғой, білім беру деген ол жаңағы сен тыңда, мен айтайын деген баланың айтып, балаға айтып кету ғана емес. Қазіргі таңда білім жүйесінде еніп жатқан осы құндылық жүйесінің артықшылығы баланы пәнді құндылықпен байланыстыра отырып, сенің өмірінде қандай осындай химиялық не болды, оқиға болды, қандай биологиялық, қандай жаңағы әдебиет пәнін оқытқанның өзінде сондай бір оқиғалармен бөлісіп, жақсы салыстырып, талдап, өкінетініміз өкініп, кешірім сұрайтынымыз үйіне барып кешірім сұрайтын болып шешіп, балалармен осылай бір үлкен талдау жасадық. Менің ойымша, және осы жердегі барлық әріптестеріміздің ойынша, осы бір білім жүйесін жетілдірсек керемет болар еді. Рахмет, барлықтарыңызға.